Баршаларыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге KFC тауық қанаттарының рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, керемет болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге таза жуылған 1 килограммдай тауық қанаттары қажет болады. Оның керек емес артық жерін алып тастап, 2-ге теңдей бөлетін боламыз. Барлық қанаттарды дәл осылай жасап шығамыз. Келесі кезекте маринадқа көшетін боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астына жазып кететін боламын. Ең алдымен бізге салқын су, тұз, қара бұрыш, паприка. Бізге ащы бұрыш қажет болады. Егер де сіздер ащылығы көптеу болсын десеңіздер, 5-6 штук қоса берсеңіздер болады. Сұйық май қосамыз. Соевый сос. Қызыл бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Біздің маринадымыз дайын. Тауық қанаттарын салатын боламыз, және де суымыз қанаттарды толықтай жауып тұру қажет. Қасықпен тегістеп, бетін жауып, 1 күнге холодильникке салып қойыңыздар, немесе кемінде 4 сағаттай тұру қажет. Енді газымызды жағып, табамызды қойып, майымызды құйып, қыздырамыз. Енді ұн, тұз, паприка үшеуін жақсылап араластырып, тауық қанаттарымызды үстіне саламыз. Құрметті көрермендерім, менің каналымның ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар, және де осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Осылайша тауық қанаттарымызды ұнға жақсылап аунатып аламыз. Енді таза ыдысымызға 500 граммдай салқын суымызды құйып, біздің тауық қанаттарымызды суға саламыз. Су барлық жеріне тиюі қажет. Оны сүзіп алып, қайтадан құрғақ ұнымызға салып, аунатамыз. Осылайша біздің тауық қанаттарымыз іші жұмсақ, сырты қытырлақ болып, күшті дәмді болып пісетін болады. Осылайша қанаттарымызды 2 рет ұнға аунатып болған соң, сүзгінің көмегімен артық ұндарын алып тастаймыз. Қызып тұрған майымызға тауық қанаттарын салып, бірінші бетін 5-6 минут жақсылап қуырып қызарғанша аламыз, және де екінші бетін аударып, ол бетті де 5-6 минут жақсылап қызартып қуырып аламыз. Және де біздің оттың асты орташа тұрғаны дұрыс, егерде қатты тұрса, біздің тауық қанаттарымыз күйіп кетуі мүмкін. Мінекей үй жағдайында дайындаған KFC'іміз дайын болып шықты. Қалған бөліктің барлығын дәл осылай қуырып аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Іші жұмсақ, сырты қытырлақ, өте дәмді, өте керемет болып шығады. Және де осы видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып, подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.